Ассаламу алейкум қыздар, ауызашардың 13-ші күніне күштетіп дәл осы рецептпен пицца дайындаңыз. Ол үшін ыдысқа жылы су, қант, тұз, ашытқы және де сұйық майды құйып, жақсылап араластырып, үстінен електен өткізілген ұнды жәймендеп салып отырып, кішкене қолға жабысатындай жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Бетін жауып 45-50 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамыр көтерілгеннен кейін үйлеріңіздегі пештің дөңгелек табасын теріс қаратып, пицца жасауға қолдансаңыздар болады. Үстін жақсылап жұқалап майлап аламыз да қамырымызды қолымызбен осылай жайып аламыз. Үстінен кетчуп, майонез қосып жақсылап барлық жеріне жағып шығамыз. Арнайы сос жасасаңыздар да болады. Өздеріңіз ұнатқан колбаса, помидор немесе фарштан жасалған салманы салып, қызып тұрған 180 градус пеште 15-20 минуттай ұстап аламыз. 15-20 минуттан кейін үстінен үккіштен өткізілген сырымызды салып, 2-3 минутқа қайта пешке салып аламыз. Мінекей қыздар, біздің пиццамыз дайын. Ыстықта етіп, ауыз ашқаннан кейін дастарханға ұсыныңыздар. Қарапайым судан жасалатын, өте тез дайын болатын пицца міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаларыңызға ас болсын.